күресіп керек емес дейді. Себебі екеулерінің де үстерің лас болады дейді, бірақ оған шошқа қуанады дейді. Айтқым келген нәрсе, кейде бір осындай оқиға болып жатады, көріп те жатырмыз. TikTokта, Instagramда сондай бір адамдар отырады. Білімі жоқ, араб тілін дұрыс меңгермеген, тіпті кейбіреуі мүлде араб тілін білмейді. Сөйтіп олар прямой эфирде, стримде ғалымдарды, ұстаздарды диспутқа шақырып отырады. Олардың білімдері де жоқ, бірақ тек мақсаттары өздерінің айтақтарын шығару, былай айтқанда атың шықпаса жер өрте дегеннің кейіпі. Ең қызығы, сондай арандатушылыққа, сондай қақпанға түсіп қалып жатқан ұстаздар мен ғалымдар. Жалпы ғалым болдым деген сөз, немесе ілімді болдым деген сөз, ол әрбір сөйлеген адамға, әрбір үрген адамға жауап бере беру деген сөз емес. Бір ғалым айтқандай, уқдуру қадыракум, өздерінің қадірлеріңді біліңдер дегендей, әрбір ғалым, ұстаз өзінің ілімін құрметтей білу керек, өзінің дәрежесін білу керек. Жалпы бір ұстаз айтатын еді, үлкен ұстаздарымыздың бірі, жалпы интернет алаңы, Instagram, TikTok, Facebook дейтін нәрсе, ол ғалымдардың майданы емес дейтін еді. Біздің майдан басқа жер, шәкірттер, ұстаздар өзіміздің орталарымыз бар дегендей. Осындай бір ғалымымыздың, бір ұстазымыздың айтқан сөзі бар еді. Сондықтан әрбір интернеттегі білімсіздердің, айтқанда оқымағандардың арандатуына түсіп қалудан сақ болу керек.